Қасиетті Рамазан айында ораза ұстағандар үшін құрмамен ауыз ашу сүннет. Ал медицина тұрғысынан алып қарайтын болсақ, күні бойы нәр тартпаған адамға құрма құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен амин қышқылдар жеткілікті мөлшерде кездеседі. Бүгін құрма жайлы және құрманың пайдасы жайлы айтатын боламыз. Баршаңызға сәлем. Видеоны соңына дейін қарап, ауырмасын деген жақындарыңызбен бөлісіп қоюды ұмытпаңыз. Құрма иісі білінбегенмен дәмі тіл үйіретін тәтті жеміс. Атап өткеніміздей, құрма құрамында адам ағзасына қажетті дәрумендер мен амин қышқылдардың дерлік барлық түрі кездеседі. Құрма құрамында көмірсулар, мыс, темір, мырыш, кобальт, калий, фосфор, күкірт, бор, алюминий, кадмий, сонымен қатар тиамин, ниацин, рибофлавин, фолацин, пиридоксин, К дәрумені, тағамдық талшықтар, фтор, селен, пектин және амин қышқылдарының 23 түрі бар. Құрма құрамындағы фтор тістерді, тіс жегіден қорғаса, тағамдық талшықтар мен селен иммунитетті жоғарылатып, адам ағзасының кез келген қабынуға қарсы күресу қабілетін арттырады. Құрманы тұрақты түрде қабылдау созылмалы аурулардың, жүрек-қан тамыр ауруларының алдын алады. Суық тигенде және жөтелгенде ағзаның күш-қуат жинап, тез сауығып кетуіне көмектеседі. Ер адамдардың қауқарын жоғарылатады. Депрессия кезінде және созылмалы шаршау кезінде ағзаның қалыпқа келуін қамтамасыз етеді. Жүйке жүйесін тыныштандырып, артық ашушаңдық пен ұйқы бұзылуының алдын алады. Бауыр мен бүйрек жұмысын нығайтады. Асқазан мен ішектерде зат алмасуды жақсартып, адам ағзасына пайдалы бактериялардың көбеюін қамтамасыз етеді. Құрма онкологиялық ауруларды және туберкулезді емдеу кезінде жалпы ағзаның қызметін жақсарту мақсатында қолданылады. Сонымен қатар құрма қан қысымы жоғары адамдарға өте пайдалы. Құрма күш-қуатты арттырып, тонусты жоғарылатады. Бұлшық еттердің серпімділігі мен созылғыштығын жоғарылатады. Құрма құрамында танин кездескендіктен жаралардың тез жазылып, қабыну процесін тоқтатуға таптырмас көмекші. Құрма құрамында кальций мен фосфордың көп мөлшерде кездесуі сүйек буын ауруларының алдын алады. Жүкті әйелдің жеңіл босануына септігін тигізеді. Ал босанғаннан кейін әйел ағзасын күш-қуатқа толтырып, сергектік береді. Сүт бөліну гормондарының жұмысын арттырып, нәрестеге сүт көп шығуына ықпал жасайды. Протеин мен май, көмірсу, осы үшеуін қатар қамтитын бірден-бір жеміс ол құрма. Жас құрма теріге оң ықпал тигізеді. Жүктілік пен күнге күйден түскен дақтарды кетіреді. Ал құрма құрамында темірдің көптеп кездесуі анемия кезінде таптырмас өнім. Егер күніне кем дегенде 3 құрма қабылдайтын болсаңыз, адам ағзасын қажетті дәрумендермен толық қамтамасыз ете аласыз. Видеоны соңына дейін қарап, қолдау білдіргендеріңіз үшін рахмет. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік.